Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы ардагерлерім менің ардақтым. Тәрбие сағатымыздың мақсаты өз отанына шексіз берілген патриоттық рухы жоғары қайсар жауынгер ағалар ерлігін үлгі ету. Ұлы отан соғысында опат болған жауынгерлердің рухына тағзым етуге, есімдерін қастерлеуге тәрбиелеу. Биыл Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына 75 жыл толды. Бұл аға буын ардагерлеріміздің жан-қияр ерлігі мен еселі еңбегінің жемісі. Уақыт өткен сайын сұрапыл соғыстың дүрбелең оқиғалары алыстап барады. Десек те, отан үшін от кешіп кеудесін оққа тосқан баһадүр бабаларымыздың ерен ерліктері ұмытылмайды. Ендеше ол туралы қысқаша деректі фильмге назар аударайық. Адамзат тарихында қаншама қан төгіс қырғын болды. Жеңгендердің де, жеңілгендердің де жетіскені жоқ. Отан соғысына Кеңестер одағынан шақырылған барлық 30 миллионнан астам жауынгердің 1 миллион 200 мыңы Қазақстаннан алынған. Әрбір 5-ші қазақстандық майданға аттанды деген сөз. Соғыста 20 миллионнан астам еңбек адамы ажал құшса, оның 630 мыңы қазақстандықтар еді. Соғыста кеткен 1923 жылғы 18 жастағы боздақтардың соғыс соңында 3% ғана тірі қалды. Соғыс жылдары қазақ жерінде 12 атқыштар дивизиясы, 4 полктық әскери дивизиясы және көптеген полктер мен батальондар жасақталды. Аз ғана дайындықтан соң олардың бірден майданға аттандырылғаны белгілі. Бұл Кеңес одағы үшін ең бір ауыр кезең. Жау Мәскеуге таяп қалды. Ленинград қоршауда. Мәскеу түбіндегі қазақстандықтардың жанқиярлық ерлігі бұл кезде бүкіл әлемді. Алматыда жасақталған Панфиловшылар дивизиясының 28 батырының ерен ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес. Анасын ашындырмаған, дұшпанын басындырмаған жауынгер халықтың ер ұрпағының батырлығы тіпті жаудың өзін таңғалдырған. Правда газетінде 1942 жылы жарық көрген мақаласында Илья Эренбург бұлай деп жазады. Бір фриц маған, біз жойқын күші бар қара торы солдаттармен беттестік. Оларды алған бетінен тіпті ешқандай оқ та өрт те тоқтата алмады. Олар тура бізге қарай дауылдай дүркіреп келе жатты. Мен бұларды қазақ деген халық екенін сонда ғана білдім. Бұрын мұндай жанкешті халық бар екенін естімеген. Неміс басқыншыларының өзі мойындаған кеңестік тарихшылар бұлтартпас дәлелдер келтірген қазақтардың ерлігі әлі де талай зерттеулерге жүк болар сөз. Тек өкініштісі, бұл майданда ерліктің барлығы бірдей мойындала бермеді. Соның бірі Бауыржан Момышұлы. Дәл осы Мәскеу түбіндегі шайқаста оның даңқы елге жайыла бастады. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен ашар. Өйтіп қарабет болып қашқанша, қарсыласы өлде қап. Бұл ат әлемге әйгілі қазақ халқының қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлының сөзі. Ерлік ешқашан ескірмейді, атақпен де өлшенбейді. Уақыт бәріне өз бағасын береді. Ресей халқы тарих шежіресіне аттары алтын әріппен жазылған 28 панфиловшы батырлардың құрметіне Волоколамск қаласының орталығында ескерткіш кешен тұрғызып, генерал Панфилов пен полковник Бауыржан Момышұлының ескерткіш мүсіндерін қойыпты.
Өткен азапты жолдың ауыр сабақтарын халық еш қашанда ұмытпайды. Оның ауыр сабақтары біздің санамызға ұялап, қазіргі ұрпақтарды ерлікке, қырағылыққа баулып, жарқын болашағымызды қорғауға әрдайым дайын тұруға шақырады. Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің ішінде біздің өз ауылымыздың ардагері Қамырұлы Қанатай атамыз жайлы мәлімдейік. 1924 жылы 24 маусымда қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. 1940 жылы орта мектепті бітіріп, ауылда еңбек етіп жүргенде соғыс өрті туындады. 1941 жылы Ұлы Отан соғысының қанды жылдарын бірінші Беларусь майданының 1378 атқыштар полкінде өткізген. Қанатай ата небәрі 17 жасында соғысқа аттанған еді. Ел басына төнген қасіретті отбасымен түгел көрді. Әкесі Абиров Қамыр Ленинград майданындағы 1234 атқыштар полкының 462 бөлімшесінде шайқасып, ерлікпен қаза тапты. Сұрапыл соғыс біткен соң 1947 жылы елге оралып, ауыл шаруашылығын өркендету жұмыстарында, халық ағарту салаларында еңбек етті. 59-62 жылдары Шымкент жоғары партия мектебінде білімін жетілдіріп, оқуын аяқтағаннан кейін түрлі қоғамдық саяси қызметтерде болған. 1966-70 жылдары коммунизм Киров колхоздарында басшылық қызметін атқарған. Ардагер азамат майданындағы ерлігі үшін 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен, Ұлы Отан соғысындағы жеңіс үшін медалімен, Кеңес одағының маршалы Жуков және тағы басқа да әртүрлі мерекелік медальдармен марапатталған. Жұбайы Кариманова Нүрипа тылда еңбек етіп, майданды демегендердің қатарында болған. Өмірлік жолдасымен бірге 11 бала тәрбиелеп өсірген. Сонымен қатар жеңістің 75 жылына толуына байланысты Қанатай атамыз Ресей президенті Владимир Путиннің бұйрығымен құрмет медалімен марапатталды. Ендігі кезекті студенттеріміздің жылы лебіздеріне берейік. Еске түссе, сол қасірет соғысынан жүректерді дірілдетіп ойсала, ойласақ терең жетіп түбіне ашылмаған сырлар жатыр бұл сізде. Қанды шайқас есте әлі бәрінде, батырлардың даңқты ісі әр жерде, аманаттап армандар ақтанға, кетті ұшып ақ арманның жолында. Қан майданның жарасы әлі жүректе, біледі жұрт таныйды оны әр кезде. Айналған ақиқаттың туына, қаһармандар батырларың айнекте. Аналарым айырылды ұлынан, аруларым айырылды жарынан. Қанша жанды жетім қылып өсірді, қасіретті соғыс сөздің зардабы. Айырылса да талай батыр ұлдардан, кездесе де талай қиын жолдардан, сенімменен үмітпенен күтетін, естілетін асқақ жеңіс ұранын. Отан үшін от кешіп, соғыстың қанға бөккен даласында қайсарлықпен шайқаса білген ардагер ата-апаларымызға мың тағзым. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерді ардақтау барлығымызда міндетіміз. Сіздер елбасына күн туғанда жауынгерлікпен, ерлікпен, елдіктің өнегесін көрсеттіңіздер. Адам төзгісіз қиыншылықтарды жеңіп, халықтың адал ұлдары мен қыздарына айналдыңыздар. Тәуелсіз қазақ елінің, балғын балаларының басты парызы ұлы отан, ұлы жеңістің маңызы мен мәнін қастерлей біліп. Әрбір жас өрен, сіздердің ерліктеріңізді, ел алдындағы өтеусіз қалған еңбектеріңізді әрдайым есте сақтайды. Міне, бүгін ұлы жеңістің 75 жылдық мерекесінің кезекті көктемінің шуақты күні келіп отыр. Мерекелеріңіз құтты болсын ардагерлер. Тәрбие сағатымыздың соңын Қанатай атамыздың батасымен аяқтайық. Құдайым айналайын балаларым,
халқына дамыған елдің қатарында қосылу үшін еңбек етіп, солар үшін қызмет етіп, әрбір үйге бақытты байлық, бақытты жағдай тілейміз. Бала шағасы өсіп, өркендеп, әрқайсысы жоғарғы білім алып, дамыған елдердің қатарына қосылып, бай бақытты елдің бірі болып өте берсін. Ардагерлерге мың тағзым. Жеңістің туы мәңгі желбіресін, жер үстінің шуағы тарқамасын. Осымен бүгінгі біздің тәрбие сағатымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.